Ескелді ауданы Шоқан Валиханов атындағы орта мектеп гимназиясының қазақ тіл мен әдебиет пәнінің мұғалімі Матибаева Шынар Ерікқызы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әке үкімі. Яғни біз бүгін Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы поэмасының әке үкімі бөлімін талқылаймыз. Ал сабақтағы басты мақсатымыз көркемдегіш тәсілдердің қолданысына талдау жасау. Балалар, өткен сабақта сендер Нарынқұм зауалы поэмасын толық оқып таныстыңдар. Енді тақырыпқа шолу жасау үшін Дарын онлайн платформасына мына сілтеме арқылы өтеміз. Дарын онлайн платформасында қазақ әдебиеті 7-ші сыныпты таңдаймыз. Мұнда тапсырмаларға өтеміз. Одан кейін Мұхтар Шаханов әке үкімі деген бөлімде тапсырмаға өту батырмасын басамыз. Және сұрақтарға жауап беруді бастаймыз. Махамбеттің басын алу үшін неше адамның топ бастағандығы туралы айтылады. Әкесі өз үкімін орындау үшін қолына қандай қару алды? Шығарманы еске түсіреміз балалар. Жұмыр қылыш күйін Махамбет ағайынды неше жігітке арнады? Баймағамбет сұлтанның тапсырысын орындау үшін бала неше ай сапар шекті? Махамбетті өлтіруге тапсырыс берген сұлтан кім? Әке үкімі поэманың нешінші бөлімі? Сұрақтарға жауап бергеннен жауап беру батырмасын басамыз. Бұл жауаптарың сарапқа салынып, бағасы беріледі. Өткен тақырыпты қайталап алдық. Енді жаңа сабағымызға кіріспес бұрын, мына сілтеме бойынша Білім Ленд сайтындағы видео материалды көріп танысайық. Ақынның Нарынқұм зауалы өлеңі Махамбет Өтемісұлының соңғы күндердегі өмірін суреттейді. Тарихтың ащы шындығын, жендет пен ұлы дарынның арақатынасын философиялық толғамдар арқылы таныған ақын Махамбеттің монологымен көп нәрсені пайымдатады. Махамбеттің монологында намыс, батырлық, ар-ождан, туған елге деген шексіз махаббат жатыр. Дулығаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған деген Махамбеттің соңғы сөзіндегі бейнелілік туған жердің ғажайып сырымен ақын тағдырының байланысын ашады. Ел үшін еңіреген ерлердің ешқашан өлмейтінін найза мен жырмен қорғаған атамекен мен қас батырлардың жаны бір екенін көрсетеді. Шығармада Махамбетті өлтірген, баласының жауыздығы мен опасыздығын ашынған әкенің де бейнесі кесек. Махамбетті өлтіріп сыйлыққа ішік алып келген ұлына әкесінің өкінішпен айтқан сөздерінде зор қасірет пен зар жатыр. Ақын трагедиялық жағдайды тереңдету арқылы өз кейіпкерлерінің характерін сомдаған әкесі мен баласының арасындағы күрделі қарым-қатынасты бейнелеп, адам тағдырына қатысты жақсы жаман мінез қылықтарды терең ашады да, одан мағыналы философиялық терең ой түйеді. Балалар, енді шығарманы еске түсіре отырып, видео материалды пайдалана отырып, мына жіңішке және жуан сұрақтарға жауап іздеп көріңдер. Жіңішке сұрақтар: Махамбет түсінде не көрді? Шығарманың екінші бөлімі неге әке үкімі деп аталады? Жуан сұрақтар: шығарманы оқыған соң өзің үшін не түйдің? Бүгінгі таңда баласы осындай қателік жіберсе, әкесі баласын осы шығармадағыдай жазалар ма еді? Міне осындай сұрақтардың төңірегінде ойланып, дәптерлеріңе жауаптарыңды жазыңдар. Сендер өте құнды пікірмен бөлісесіңдер деген ойдамын. Балалар, енді сабағымыздың басты мақсатын орындау үшін әуелі шығармада кездесетін көркемдеу құралдарды бір қайталап еске түсірейік. Ассонанс. Бұл шумақтың алғашқы дыбыстары бірдей дауысты дыбыстардан келіп, ерекше үндес табуы. Метафора.
Суреттеліп отырған зат немесе құбылысты айқындай түсу үшін оларды басқа затқа немесе құбылысқа баламалап айту. Ал эпитет заттың не құбылыстың айрықша сипаты мен сапасын анықтап, ерекше көріктендіру үшін қолданылатын айқындаулар. Ал риторикалық сұрақ дегеніміз ойды, сезімді әсерлі жеткізу үшін жауабын өзінен өзі айқын нәрсені әсерлі леппен сұрау түрінде айту. Өлеңде қойылған сұраудың жауабында екі-үштілік болмайды, оны оқырман іштей біліп отырады. Есімізге түссе, балалар, негізгі тапсырмамызға көшейік. Сендерге мынандай кесте беріледі. Бұл жерде шығармадан үзінді берілген. Әр үзіндіде қандай көркемдегіш құралды қолданған? Автор оны не үшін қолданған? Соған өз жауаптарыңды жазып, кестені толтырыңдар. Өз жауаптарыңды мына жауаптармен сәйкестендіріп тексеріңдер. Шығармадан үзінді. Ең бірінші надансың, ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған. Бұл жерде е деген әріп қайталанып тұр. Сондықтан бұл ассонанс. Әр жолда е дыбысын үндестіріп, ер және ел сөздеріне ерекше назар аудару үшін қолданған. Алтын жіп, асау таңдарым. Бұл әрине эпитет. Жіп және таң сөздерінің ерекше сипатын жеткізу үшін қолданған. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Бұл бізде сұрау белгісі арқылы берілген риторикалық сұрақ, әрі қайталау. Ауыр қасиетті жеткізу үшін осындай көркемдегіш құралдарды пайдаланып тұр. Ақын деген киелі аққу самғаған. Бұл жерде метафора. Махамбет ақынды автор киелі аққуға баламалап теңеп тұр. Ой залмай, жүзі қара залмай. Бұнда эпифора қолданған. Залым сөзіне ерекше назар аударту үшін. Енді өз жауаптарыңды осы дұрыс жауаптармен тексеріп көріңдер. Балалар, енді ой қорыту үшін шығарманы тағы бір еске түсіреміз, ойымызды жинақтаймыз. Енді мына сұрақтың төңірегінде ойланып көріңдер. Әкесінің кесімі әділ болды ма? Қалай ойлайсың? Осы сұраққа жауапты Попс әдісі арқылы дәлелдеп дәптеріңе жаза қой. Бүгінгі сабақта не үйрендің, не білдің, қандай нәтижеге қол жеткіздің? Сол туралы мынандай формада кері байланыс бер. Алманы таңдасаң, бәрін түсінді деп білемін. Шиені таңдасаң, әлде көп нәрсе білгің келетінін мен түсінемін. Ал егер жуаны таңдасаң, көмекті қажет ететініңді білетін боламын. Сау болыңдар.